Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге дәмі өте нәзік гранатовый браслет деп аталатын салаттың рецебін ұсынбақшымын. Бізге керекті ингредиенттер: алма, картоп, жұмыртқа, тауықтың еті, қызылша, анар және де майонез. Анар мен алмадан басқа ингредиенттерімізді алдын ала қайнатып пісіріп, осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз. Тарелканың ортасына осындай стакан қойып, астыңғы қабатына алманы салып, тегістеп жайып шығамыз. Үстіне майонез жағамыз. Майонездің үстіне картопымызды салып, оны да тегістеп жайып шығамыз. Оның үстіне майонез жағамыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды салып, оны да тегістеп жайып шығамыз. Жұмыртқаның үстіне де майонез жағып шығамыз. Тауықтың етін саламыз, оны да тегістеп жайып, үстінен майонез жағамыз. Келесі кезекте қызылшамызды салып, оны да тегістеп жайып шығамыз. Қызылшаның үстіне де майонез жағып, ең сыртқы қабатына анарымызды, толықтай салатымызды жауып, сеуіп шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Маржан. Ас болсын.